Сәлем достар. Эфирде шоу-бизнес жаңалықтары. Менде жаңалық көп. Сәбит Әбдіхалықовтың әйелі 3-ші сәбиін күтіп жүргенін жария етті. Динара Абдулина бұл жаңалығын Инстаграмдағы парақшасында бөлісті. Ол белгілі кинорежиссер Талғат Теменовтың 70 жас мерейтойынан видео жариялады. Көпшілікке 3-ші сәбиіне аяғын ауыр екенін көрсетіп қойды. Сәбит Әбдіхалықовтың келіншегі отбасындағы қуанышты жаңалықты оқырмандарына барынша астарлап жеткізуге тырысты. Мені театрға қабылдаған Талғат ағамыздың тойы. Менде жаңалық көп. Ал сіздер не байқадыңыздар деп сұрады актриса. Бейне жазбада Динара Абдулинаның іші шығып қалғанын байқауға болады. Қазақстанның халық әртісі белгілі кинорежиссер Талғат Теменов 70 жасын дүркіретіп атап өтті. Өнер иесінің қуанышына бірқатар танымал тұлғалар келген. Талғат Теменов туған күнін Алматыдағы қымбат мейрамханалардың бірінде тойлады. Кинорежиссер 70 жас мерейтойында ағайын туысы мен өнердегі жақындарының басын қосқан. Жұлдызды қонақтары арасында Досқан Жолжақсымов, Рамазан Стамғазиев, Сәбит Әбдіхалықов, Мейрамбек Беспаев, Ғазизхан Шекербеков және тағы басқалары да бар. Сонымен қатар Талғат Теменовты белгілі саясаткер Иманғали Тасмағамбетов арнайы құттықтап келген. Кеш қонағы Сәбит Әбдіхалықов Инстаграмдағы парақшасында мерейтойдан видео жариялап, Теменовтың туған күні қалай өткенін көрсетті. Қазақстандық танымал әнші Жазира Байырбекова ұлының үйленбей жүргеніне қатысты пікір білдірді. Өнер иесі болашақта өзінің қандай ене ретінде елестететінін айтты. Жазира Байырбекова ене болуға қатысты ойын мамске әңгіме подкастында айтты. Эстрада жұлдызы баласының үйленбей жүргеніне өзінің қатысы бар деп ойланып қалғанын жасырмады. Әнші бұл сұраққа жауап алу үшін психологқа барғанын жеткізді. Бірнеше уақыт бұрын психологқа бардым. Баламның үйленбей жүргені бізге байланысты емес пе? Деп сұрадым. Мүмкін бейсаналы түрде біз дайнеміз шығармыз. Танымал әншілер болғанымызбен құда-құдағаймен қарым-қатынас құра алмайтын шығармыз деп ойладым. Міне дайындықты бастап кеткен адамның сөзі деді. Көп аналардың дайын болмайтынын айтты. Баламыз келіншегін жоғары қойып, бізді тасада қалдырып кетсе қызғанып қалуы мүмкін. Бірақ ене боламын дегенде көз алдында жылы дүниелер елестейді деді ол. Отандық танымал әнші әрі тележүргізуші Жұлдыз Өмірғали бүгінге неге парик киіп жүргенін ашып айтты. Өнер иесі көпшілік көкейінде жүрген сұраққа өзі жауап беруді шешкен. Жұлдыз Өмірғали көп сұрақ туындамас үшін бұл тақырыпқа нүкте қоюды жөн көрді. Ол Инстаграмдағы парақшасында жазба жариялап, парик киюінің себебін түсіндірді. Сөзінше, үндіксіз түсірілімдерден кейін шашы қатты зақымдаған. Шашыма қатысты өз ойымен бөлісе отырайын. Соңғы бір жылда менің түсірілімге қажетті құралдарының бірі парик болып кетті. Себебі қанша түсірілім болса, сонша шашқа түрлі зақым келтіретін құралдар пайдаланады. Ол жерде лак, гель туралы айтып та тұрған жоқпын. Бұның барлығы әрине кері әсерін алып келеді. Шаш ұштанады, сынады, әлсізденіп, реңкі кетеді. Ұзын шашта қаласаңыз, жоғарыда айтылып кеткеннің бәрін аз мөлшерде пайдаланыңыз. Ал мен ай сайын шашымды бояп тұруым керек. Себебі ақ түсті шашыма оған қоса неше рет осветление жасадым. Бәрі көңіл күйді түсіреді. Қазіргі таңда осы парик арқылы шашым жақсы бір қалыпқа келіп қалды. Сондықтан көп сұрақ туындамас үшін жауап беруді жөн көрдім, деп жазды айқынның келіншегі.